Ассалаумағалейкум. Бүгін наурыз айының 3-і. Менің бүгін айтатын кәсібім тәуекел ет, яғни жалпы жұрттар нөлден баста деп үйретіп жатса, мен нөлден емес, минустан бастау керек деп ойлаймын. Нөлге жету үшін де минустардан құтылу керек бірінші. Яғни минуста отқанымыз қарыздар, кредиттер, шағын үй жағдайында жасайтын кәсіптің түрі ол, яғни қой бордақылау. Бұл жерде бізде қозылық қойлар 8 бас, 7 бас қой, бір туша, бір тоқты. Бізде қозылы қой бордақылаудың бір тиімділігі, 4 айға жуық бордақылайсың. 50 мыңнан алғам мына қойларды. 2 күн болды, 3 күн болды, туып жатыр. Мына шеттегі үлкейіп тұрған қара қой туғанына 1 айдан асқан. Нәтижесі жаман емес мына қара қойды. Осыдан қозылы қойды бордақылауға болатын көрінеді болады екен. Мына қойларды алғанына бір 10 күннен сәл асты. 6 бас қойды. Мына бір тушаны 300 мыңға алғам. Күйлері төмендеу еді, енді 3 мезгіл күндікте бидай кебек араластырып жеп тұр. Қозыларын айырып тастаймыз. Таңертең толық еміздіріп аламыз. Кеш обедте бір рет, кешке бір рет. Жалпы болмайды, мынау деп отыра бергенше бір кәсіптің бір көзін бастаған дұрыс деп ойлаймын. Мен өзім вахтовый жұмыста жұмыс істеймін. 20 күн істеу, 10 күн демалам. Демалысымда қараймын, қалған уақытымда келіншегім қарайды. Мына қара қой тұрғанына 1 айдай болды. Мына тұрған қара қойдың состояниесіне болып келген, құйрығы жоқ, дым жоқ. Қазір ұстағандағы жағдайы мынау. Қосысы бар. Қосысы 1 ай 10 күндіктей. Қазір қозыларды көрсетемін. Қозылар өз әлемдері өздерінде. Жемдерін жеп. Мынау үлкен ірі қара қозы. Ол жаңа үлкен қара қойдың қозысы. Мыналар кеше бір 3 күндік, 4 күндік нөш қозы. Мына бір 2 қозы. 1 айлық қозылар. Енді 4 айға жоқ бордақыласаң, бұларда ептәуір тоқты болады ғой. Бұлар пайдаңа қалады, қойың. Өз ақшаны шығарып береді дегендей. Сонымен ең тиімді кәсіп деп ойлаймын. Жұмыста жүргенде алаңсыз жүресің. Сүзіп алады деп бұқа сияқты қорықпайсың. Әйелің әйтеуір шама шарқысы жеткенше қарайды. Әйелім. Мынау кішігірім. Мынау несі ақыры шөп салады. Негізі тауық қора. Тәуекел етіп бастағанбыз. Осының алдында тауық тұрған. Отыра берсем қора салуым керек, бүйтуім керек, сөйтуім керек десең, өз-өзіңе сылтауды көп айта береді екенсің. Негізі түріктер айтады ғой. Қазақтар сендер қатты ақылдысыңдар, бір шаруа істейтін болсаңдар, бірнеше жыл ойланасыңдар. Ал біз қатты ақымақпыз. Бір шаруа істейтін болсақ, ойланбастан бастап кетеміз, кейіннен нәтижесін көреміз дейді. Сол сияқты бір шаруа істейтін болсаң, ойланбастан бастап кету керек екен. Тәуекел еткенге Құдай берекетін береді негізі. Енді Құдай қаласа құрбан айтта шығарамыз қойларды. Сол кезге естелік болсын деп түсіріп жатқан видеом. Жас қойлар негізі бәрі. 1 туған, 2 туған,